Бүгін мен сізді өте ерекше елмен таныстырамын. Бұл таңғажайып елде саудагерлер сіз ұсынған бағаны өздері төмендетеді. Бар жоғы 40 жыл бұрын бұл аймақ әлемдегі ең артта қалған және ең кедей аймақтардың бірі болып саналды. Ал қазірде бұл ел жер бетіндегі ең қауіпсіз орындардың бірі. Мұнда ұрлық дерлік кездеспейді. Қонақ үйлерде тіпті жеке сейфтер жоқ. Ал олар әлемнің беделді қонақ үйлерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл мемлекетті шығыстың ертегісі деп атайды. Өйткені онда табиғат пен климаттық аймақтардың ерекше үйлесімі кездеседі. Мұнда білім беру мен медициналық қызмет тегін. Жылына 350 күн шығып тұрады. Әрбір азамат кәмелет жасына толғанда өз үйін салу үшін жер телімін алады. Ал елдің басты мерекесінде сұлтан несиелік рақымшылық жариялайды. Жеке тұлғаларға салық жоқ, опасыздық үшін түрмеге отырғызады. Бұл елде жұмыссыздық жоқ, тіпті қаңғыбастар мен қайыршылар да жоқ. Ал ұлттық денсаулық сақтау жүйесі әлемдегі ең үздіктердің бірі болып табылады. Бұл ел Оман. Араб түбегінің шығысында шөл мен Үнді мұхиты түйіскен жерде Оман сұлтанаты орналасқан. Оның тарихы 2000 жылдан асады. 1970 жылы сұлтан Кабус ағылшындардың көмегімен билікке келіп, әкесін сұлтан Саидті тақтан тайдырғанда, Оман өте кедей, артта қалған иманат болатын.